Дайын өлкесі Монголия қазақтарының алғашқы шоғырларына қоныстанған өлкелерінің бірі. Бұл өлкеге алғаш жылқышы, көбеш, қожамжар қатарлы ел басшылары келіп қоныстанғанын тарихтан білеміз. Сол тарихтың куәсі ретінде Асылбек Көбешұлының қабірі бүгінде Дайынның қойнында жатыр. Дайын көлі Баян-өлгей аймағында орналасқан тұщы көл. Көл Моңғол Алтайдың асқар таулары, сай-салаларымен қоршалып, етегі жасыл орманмен көмкерілген. Көлге мәңгілік қар мұздақтарынан бастау алған 10 шақты тау өзендері құяды. Сөз басында айтқанымыздай, Дайын өлкесі Монголия қазақтарының алғаш қоныс тепкен орны болумен қатар, қазірде қаймағы бұзылмаған нағыз қазақи ортаның қара шаңырағына айналып отыр. Мұнда салт дәстүр, тілі мен дінін ардақтаған, байырғы қазақи ата кәсіп, 5 түлік мал өсіріп, барлық көшпенді дәстүрді қаз-қалпынша сақтаған бір қауым ел мекендеп отыр. Менің де балалық бал дәуренім осы өлкеде өткен. Өйткені бұнда 3 жұртымның бірі нағашыларым Уақ Сарман әулеті мекендейді. Сарман уақтар 1867 жылдан бастап осы өлкеге түбегейлі қоныстанғаны жайлы Қобланды Дәуітұлы өзінің Сарман уақ шежіресі кітабында баяндайды. Біздің үй ол кезде өлгей орталығынан 200 шақырым қашықтықта Дайынның Қуғарағай Тастыбұлақ жайлауларын жайлайтынды. Сондықтан малшы өмірінің тыныс тіршілігі маған бала жасымнан мәлім. Қой қосақтау, қой ешкі сауы, сөт пісіру, айран үйту, іркіт пісу, құрт қайнатып сүзу, жас құртты өреге жайып, кептіру, қозы жаю, бұзау қайыру, кешкісін қозлақты бөлу қатарлы күнделікті жұмыстар бала болсақта біздің мойнымызда еді. Сонымен қатар ауыл балаларымен бірге асыр салып ойнап, жалаңаяқ су кешіп, ақ сүйек, алтыбақан ойнап, асық атып, тастан үйтігіп мәресере болатынбыз. Балалық шағым осындай аса өзен асқартау, саялы ормандардың құшағында, ақ жарқын ауыл адамдардың арасында өтті. Сол кезде бір түрлі қажытып жібергендей көрінетін балалық шағым өткен ауыл тұрмысы, жазғы демалысым араға 20 жыл салып қайта оралғанымда кереметтей саяхат болғанын түсіндім. Қыр халқының күнделікті тыныс тіршілігі таң бозынан басталып, күн батқанда аяқталады. Шөп басына қонақтаған таңғы шық, күннің шығуы, жаныңды жадыратар салқын самал жел, азан-қазан мөңіреп маңырап, кісінеп шұрқырап, өрістен қайтқан 5 түлік мал, кешкі қимастықпен батқан күннің батуы, осының бәрі адамның бойына ерік жігер рух сыйлайтын. Қыз-келіншектердің таңғы жұмысы кигіз үйдің түндігін ашумен басталады. Кигіз үй атам заманынан бергі киелі баспанамыз. Көшіп қонуға ыңғайлы, табиғатқа ешқандай кері әсері жоқ. Жазда салқын, қыста жылы. Жер сілкінісі қатарлы табиғи апаттарға да төтеп бере алатын бірегей сәулет туындысы. Ал кигіз үйдің ішкі безендірулері қазақ қолөнерінің қаншалықты деңгейде дамығанынан хабар береді. Кигіз үйдің ішкі жабдықтары әртүрлі маңызға ие. Ендеше қысқаша таныстыра кетейін. Қазір біз кигіз үйдің ішкі сәндік қолөнердерімен жеке-жеке таныстыратын боламыз. Мына жерде қарап отырсаңыз, шымылдық. Бұл осы бөлімін шымылдық деп атайды, бұл сәндік үшін құрылады. Одан кейін міне ар жағында түскегізіміз тұр. Қошқар мүйізді әшекейленіп, біз кестемен тігілген түскегіздеріміз соған қосымша жасалатын жаңағы мынаны алаша деп атаймыз. Қолмен тігіледі, біз кесте деп те айтылады. Бұлар одан кейін мына жерде бір-бірімен ұштастырып сәйкестіріп қойған жаңағы жерде жапқыш деп атайды. Тағы да қол кесте, қолмен ине арқылы тігіледі. Одан кейін оған қосымша жаңағы жастығымыз болады. Одан кейін мына жерде соған бір тағы да сәйкестік. Мына бөлімін бүйтіп керме деп атаймыз. Одан кейін мына жерде қарап отырсаңыз, нағыз кигізден жасалған ұлттық оюлы қолөнеріміз, мына жерде сырмақтар жатыр. Көзімізге түскен міне бұрын соңды көрмеген осылай дөңгелек көлемінде жасалған сырмағымыз жатыр екен. Соны да міне таныстырып жатырмыз. Неше түрлі ою өрнектермен, өңдермен сәйкестіріп тігілген. Міне жерде төрде
төрде орнап жатқан мына жерде сырмағымыз. Одан кейін және барлығы мынадар түс кигіз болып келеді. Не жерде шамасы осы ауылда жақында келін түскен сияқты, келіннің төсегінде де осындай ерекше жаңағы қол өнерлерімізбен сәйкестіріп жасайды. Ажағымызға жаңа түс кигіз, одан кейін мына жерде жаңағы шымылдық, одан кейін жаңағы жапқышымыз бар, жастықтарымыз бар. Міне ең ғажабы мынау төсек сырмақ деп атайды. Соған соңғы заманның дамуына байланысты деп айта аламыз. Мына алашамызды қосып тігіп, сәндеп қойыпты. Кигіз үйдің төріне көбінесе бағалы аң терілерімен қатар атадан балаға мирас болып қалған аса маңызды жәдігерлер ілінеді. Ал бұл үйде ілулі тұрған ат әбзелдерімен әкем Шемелхан Оралұлы таныстырады. Бұл домбыраны қазіргі бір жас жігіт елдің ерден өтіп кетті, Сәкен деген азамат істеген. Бұл енді мұның домбырасы осы Дайын өлкесінде бірақ тарады. Өте әдемі ағаштан істеген мұны қатты ағаш тозбайтын. Сондайда істеген домбырасы. Сен өзі сөйдеп тұрасың, чертіп басың. Ал мынау енді қазір заманда мынау жоғалып бара жатыр. Сол кездегі өмілдірік деп айтады, аттың ер тоқымның алдаса аттың өмілдірігінен төсіне салып қояды. Мынау өмілдірік деп айтады, күміс деп істеген. Ерте кездің күмісі мынауыз. Өте әдемі. Сапал істейді ғой бір кезде, ерте кездегі адамдар. Өмілдірік деп осыны айтады. Ерте кездегі мынау тозып бара жатқандағы сол өте ерте істелген. Қазақтың сарала қамшы істеген бұнау. Бұл да ерте істелген, ең алғаш. Қазір істеп жүргендер мынандай емес. Нағыз сол ерте кезде істелген сарала қамшы міне. Өрмесінің өзін қараңдашы міне, қандай әдем. Торғын өрген өтті әдем міне. Осындай міне бұйымдар әр үйден шығады енді осындайлар. Мынау енді түлкінің терісі. Әрдай күреңдеп жетілген күзде алғаш қар жауған кездегі түлкі ғой мынау. Күреңдеп жетілген түлкі екен, түлкінің терісі деп айтылады мынаны. Ал мынау қарсақтың терісі міне. Бұда дардай жетілген әдем. Жені құлпырып тұрады ғой міне. Бұл қарсақтың терісі дейді. Бата беру, адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі. Ел ішінде осы дәстүрді үзбей ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп жүрген қарияларымыз қаншама. Солардың бірі Дәлел Қабасұлы. Ол 1931 жылы Ұланқос сымында Қабастың үлкен ұлы болып дүниеге келген. Атамыз өткен жылдың шілде айында 90 жас мерейтойын атап өтті. Маған елге сыйлы, абыройлы ақсақалдың 90 жастық мерейтойы қарсаңында жолығып, ақ батасын алу бақыты бұйырған еді. Құдай оңдасын, оңдолына бастасын. Женелі Құдайым оңдасын, атаңның берсін мал-басын. Өсімдеріңіз мол болсын, еділмен жайықлай, сүйегіміз ерлі қалмасын, қадірет қали солтандай. Мың бір ат пәледен қақ, тұз бір ат кәтеден қақ. Аузын ашқан бөрділен сақтап, қылышын сүйреткен жаудан сақтап. Бөденедей бұрылдап, бостыр ойлай шырлап, я Алла тағала, осы іздіктілген балалармен бақыт берсін. Аллаху акбар. Монғолия қазақтары арасында кеңінен тараған баталардың бірі әйгілі Батагөй қария, шеруші Құрман рулы Өкшебай ақсақалдың батасы. Өкшебай атамыздың немересі Қабас ұлы Сәбет ел аузында аңыз болып келе жатқан батадан өзінді айтып берді. Әмин Алла қол жайын қабыл болсын, дұғамыз рақым тиісін, патша керім молдамыз. Әуелі Құдай оңдасын, қыдыр болсын, жолдасың болып қолдасын. Береке берсін асыңа, бақыт берсін басыңа, тіпті де келмей өлмең зұлыққан әкім ирасына. Дүдиеден өт тарықпай, суға жүзген қайықтай, таси берсін дәулетің елменен жайықтай. Сүйегің жерде қалмасын, Қазірет Сұлтан қайықтай. Әуелі Құдай берсін, Құдай берсе бере берсін. Жүзбайбайдың дәулетін берсін, Сақыбайдың әулетін берсін. Жалғанда көр қабілет, берсін Құдай бағдөлет, жарғанда көр қабілет. Таңға мақсар таргеде жарылқасын Мұхаммед. Дүзің айдай байлықсын, дәулетің көлдей шалқысын. Өркенің өссін шығынсыз, немерең құстай талпынсын. Рахмет икай рахман рахим. Аллах акбар.
Осы батаны ізін жалғап келе жатқан немере, шөбере, шөмшектері айтып жүрсе және жастарымыз салт дәстүрімізді ұмыт қалдырмасын деген оймен бейне таспаға түсірдік. Күндізгі уақытта әйелдердің қолы от жағып, шай қайнату, үй ішін ретке келтіру, сиыр сау, бие сау, сүт пісіру, саба пісу, айран үйту, құрт қайнату, өреге құрт жаю, су әкелу, келімді кетімді қонақтарды күту, ас әзірлеу, қатарлы қат-қабат қарбалас жұмыстардан бір сәтке болсын босамайды. Бұл күнделікті күйбең тіршілік кешкі сауынға дейін жалғасады. Мұнда биені күніне 2 сағат аралықпен 6 рет сауса, сауын сиырларды 2 рет, ұсақ мал, қой, ешкіні күніне 1 рет сауады. Саба пісіліп жатқан үйге сырттан келген қонақ міндетті түрде сабаға қол тигізетін дәстүр бар.
егер қолыңды тигізбесең балаңның белі бүкір болып қалады деп ырымдайды. Бұл ырымды Қытайдың халқы әлі күнге дейін бұлжытпай орындайды. Жақсы болды. Әрбір ақтағамның өзіндік жасалу тәсілдері бар. Кейбір ақтағамдардың жасалу жолдарымен сіздерде таныс болыңыздар. Кеше біз сабамыздан, яғни майымызды алғанбыз. Енді оны қарынға салу үшін, яғни ең алдымен іркітін, басу арқылы іркітін шығарып, әбден іркітінен айырамыз. Одан кейін барып, тұз салып, араластырамыз жаңе. Себебі ол қыс мезгілінде, яғни біріншіден көгеріп кетпес үшін, екіншісінде жаңегі қалпында тұру үшін солай тұз салу арқылы дайындаймыз. Қазір дайындап болған майымызды, міне жерде негізінде дайын болған қарынға саламыз біз. Енді осы кішкене құрт туралы бізге азғандай түсініктеме беріп кетсеңіз, бұл қайдан шығады? Осылай бөліп жасыз, осылай құрт болып шығуына деген сияқты кішкене қысқаша түсініктеме беріңіз. Мынау қойды қосақтап сауасың. Оның сүтті айран қылып ұйтасың. Оны сабаға құясың. Оны піспекпен пісесің. Одан шойынға құйып қайнатасың. Қайнатқызсаң нақтаған құрт болады. Одан анаған сүзесің. Сүзгіден сарсуы бір бөлек, құрты бір бөлек. Содан бүйтіп ертеңінде кесіп өріге жаясың. Мынау қызыл құрт. Айраны тәтті, сүті пысқан, пісуі қанған, майы түскен қызыл құрт деген осы еді. Бүйтіп бөлесің, содан жарма құрт деп апарып өрігіңе саламыз. Ол кебет. Кепкесін жарма құрт, қызыл құрт деген осы. Қазір біз мәйек ірімшік істеп жатқан мына жерде апайымызға келдік. Енді бірнеше сұрақ қою арқылы мәйек ірімшіктің қалай жасалады, және мәйек дегеніміз не дегенге сұрақтарға қысқаша жауап беретін болады. Ең алдымен тоқтала кетейік, мәйек дегеніміз не? Мәйек дегендер мынау болып тұр ғой, мынау. Мынау болғанда сиырдың жұмыры. Жылқының да жұмырын үстіп алып, мынаны 4 күн мынандай сарсуға, мынаны сарсуынан құйып, 4 күн қойса мынау ашиды. Ашығаннан кейін барып, сүтті жылы пештің үстіне сүтті асасыңдар да, одан кейін сүтті қан жылы болғаннан кейін мынаны бүйтіп саласың. Мынаған салып, оны жерге түсіріп қойып бүйтіп ап, одан қайтадан отқа асқаннан кейін отты тез жағу керек. Тез жақпаса мынау ұсақталып кетеді, сондықтан тез жағып, одан кейін осындай мәйек ірімшік істейді, мына құсап. Одан мынаны алып алады. Бұл енді бұрыннан бері апаларымыз жалғастырып келе жатқан ұлттық тамақтың бірі. Қазір бізге мәйек ірімшіктің мәйек сөзінің мағынасын қысқаша түсіндіріп берді. Енді қызыл ірімшік деп жатамыз, осыған ұқсас мәйек ірімшік екеуінің айырмашылығын айтып берсеңіз. Енді қызыл ірімшік болғанда оны сүтті пісірасың да айранмен ірітесің, айран қойып. Ал мәйек ірімшіктің айырмашылығы болғанда мынамен ірітесің де, мұның айырмашылығы мынау өзі жегенде әрі дәмді, әрі жұмсақ, сондай болады. Айырмашылығы сондай, мынау енді бөлікше болады. Енді ана айранмен іріткеннен көр.
өте дәмді. Және қаншалықты қайнайды осылай енді мәйек ірімшік болып еңі жасалып шыққанша қанша минут қайнатылады отта? Мынау 4-5 сағат қайнатылады. 5 сағат көлемінде қайнатылады екен ғой, иә? Осы бойынша 5 сағат көлемінде қайнатылады. Міне нағыз қазақтың ұлттық тағамдары. Бір-бірден жекелеп айтатын болсақ, мынау қазақтықтан қолдан сүзіп жасалған қызыл ірімшік, одан кейін тағы да қолдан жасайды ақ ірімшік, одан кейін мына жерде тағы ұлттық тамағымыздың бірі жент деп аталады, одан кейін мына жерде сармай, мына жердегі одан кейін мына жерде қаймақ сүт бетінен алатын арнайы, одан кейін мына жерде біздің жаңағы пісу арқылы, қайнату арқылы жасалған құрт. Барлығы қазақтың негізгі ұлттық тағамдары. Көз мезгілі таяп, қазір бізде осы ауылда жүн сабап кигіз басу науқаны жалғасып жатыр екен. Сондықтан бізде келіп осы көрші ауылға балалық шағымызды еске алып дегендей сол жүн сабауға келіп жатырмыз. Мында естісеңіздер, қазір іште әпкелеріміз, жеңгелеріміз жүн сабап жатыр. Бізде де өз үлесімізді қосайық деп соған сай мына жерде емін-еркін жеңілдеп киіммен, арнайы киіммен келдік десек те болады. Енді қалған жұмысымызды ішке кіру арқылы жалғастырайық. Қыр халқының науқанды жұмыстарының бірі күзем алу, шөп шабу жұмыстары. Күзем алғаннан кейін жүн сабап кигіз басылады. Кигіз басудың қыр сыры жайлы жәрдем жеңгеміз егжей-тегжейлі түсіндіріп берді. Ең алдыгенде қозыны қырқамыз, одан кейін жүнін әкеп сабаймыз, одан кейін басамыз. Ең алдыгенде чабақтап алып, оның үстінен бір қабат тартамыз. Одан кейін аунатып басамыз. Қойдың жүнінде қырқып жатады ғой әгі. Сол қойдың жүні жарай ма, тек қозының жүні арқылы ғана басасыздар ма? Қойымыздың жүнінде де басамыз. Қойдың жүнін оны да қырқып аламыз, одан кейін оны да сабап басамыз. Әне қойымның жүні тұр. Қойдың да қозының жүнінен де кигіз басуға болады? Болады, екеуінен де болады. Не үшін ыстық су құйып жатқаныңыз туралы кішкене түсініктеме беріп кетіңіз. Кигіз болдыру үшін ыстық су сеуіп, содан басамыз. Содан кигіз болады. Арқан есу әдісіне аз кем тоқтала кетуді де жөн санадық. Онда жүн түтіліп жылқы қылымен араластырылады да шөп есіледі. Бұдан соң 2 қабатталып арқан тілі шығарылады. Керегенің көзінен өткізілген арқан тілдері 3 тармақталып, сырттан оқтау және тағы басқа жұмыр ағаштарымен шиыршықталып, іштен ұштары біріктіріле бұралады. Арқаның жуан жіңішкелігі тілінің санына, беріктігі неден есілгеніне байланысты.
Ерте заманнан жалғасып келе жатқан апа әжелеріміздің қол өнері, түйенің жүнінен түйенің чудасы, түйенің чудасынан сол сырмақ істейтін, кигіз тігетін жібер келе жатыр. Арнайы мынандай ұрчық, мынау қазақтың дәстүрі, ұрчық деген нәрсе, соған иіреміз. Бұрынғы ата-апаларымыздан үйренген ұрчық, сол чудан иіріп ап, сол сырмақ тіген, үйдің кигізін тігеді, қолдан жіп жасап иіріп. Сырмақ деген, мына сырмақ тігетін, жиектерін сол осы жіппен басатыны. Мынау алаша деп айтады. Мынау чымылдық. Анау түс кигіз үйдің жабдығы, төсекке құратын. Мынау жапқыш деген сияқты нәрселер бәрін өзім тіккен. Жаздың ұзақ күні, аптап ыстығы, нөсер жауыны, кейде бет қаратпай төпелеп жауатын бұршақ астында мал соңында жүру екінің бірінің қолынан келмейтін іс шара. Әйтсе де, ата-бабамыз табиғатпен үйлесіп, тіршілік ету жолын жете меңгерген. Осындай табиғаттың тосын мінезімен тайталасып, өсіп, мұңғырылтып мал өсірген мемлекеттік саңлақ малшы Шыбарайғыр жолы Шетібайұлы Ертаймен кезігіп, мал өсірудің қыр-сырына қанықтық. Мен Сақсайсымын екінші бағының малшысы Шетібайұлы Ертай деген болам. Осы енді жасымдан мал бағып келе жатырмын енді. Қазір осы жайлауымызда мал жайып отырмын. Мен енді осы мал бағу оңай емес, талаптанып, еңбектеніп, осының арқасында үкіметтік саңлақ малшы атандым. Осы малды бағып қағудың нәтижесінде жаз жайлап, күз күзеп, қыс қыстатып, бұл мал бағу оңай емес. Атам заманнан бері бағып келе жатырмыз. Осының нәтижесінде үлкен жетістікке жетіп жатырмын. Енді қазір чөп жау науқаны басталып кетті. Жарайды, енді сонау аймақтан ат басын бұрып, ауылыма кеп танысып, осындай білісіп жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Ары қарай жұмыстарыңызға сәттілік, аманшылық, бастарыңызға амандық тілеймін. Рахмет сіздерге. Қыстың қамын жазда ойлайтын малшылардың науқаны шаруалардың ең ірісі шөп шабу науқаны. Дайын қалқы шөпке тамыздың басында түседі. Қыс айларында 40 градусқа жететін дайынның қақаған аязында осы шөптер 5 түлік малға талғажау болады. Күзде еңбектенсең, қыстан қысылмай шығасың. Сол үшін ауыл азаматтары жаппай осы шаруаға жұмыла кіріседі. Бастадық аттық. Көрдіңіз әсін. Білеміз ғой. Кетпейміз енді. Малға барамыз. Аттың мынау айылы мына тартты. Мынау жалбыр тоқым, мынау татошық, мынау зөңгі, мынау енді тоқым, мынау жүгел, мынау ноқта, мынау шылбыр деген. Мынау ерді қанқабас деп атылар. Мынау қанжыға. Қамшым қайда болар? Қымбатты көрермендер, бастапқы бейнелерден сіздер күндізгі қауырт шаруалармен танысқан болсаңыздар, енді кешкі көріністерге куә болыңыздар. Қой қаралап, қозы бөлу, бұзау қамаудың да өзіндік қызығы бар екенін төмендегі көрініс арқылы көздеріңіз жететін болады.
Сахара тұрмысын, ондағы еңбекшіл ақ көңіл халықтың қаракетін таңнан қызықтап тамашалаған күнде ұясына қимай батады. Кешкі қараңғылық қоюланғаннан кейін барып, малшылар кешкі асқа отырады. Қырғалқы барлық ақпаратты 9-дан хабары атанып кеткен Өлгей радиосын тыңдайды. 1965 жылы орнаған аталмыш радио әлі күнге дейін шалғай елде мекенде орналасқан қылықтарды ағартуға рухани үлкен үлес қосып келеді. Бар қазақтың үні болған қазақ радиосы Моңғолия қазақтарының қара шаңырағына айналған киелі орта. Қазағымыздың барлық салт дәстүрін көздің қарашығындай сақтаған дайындағы дархан мінезді қазағым аман болсын деп тілеймін. Абай жолы романында ғана оқитын ауылдағы тұрмыстың жағдайы осылай. Айтпақшы, жаз айында күнделікті күйбің тірліктен басқа той тілеу бір сәтке толастамайды. Ал тойдың салтанаты өз алдында бір бөлек әңгіме. Келесіде ол туралы да сіздерге жеткізетін боламыз.